Бүгін сіздермен атылмайтын өте дәмді қытырлақ болып шығатын тұзды қиярларымызды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеомды соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Банкыңыз атылып кетпес үшін дәл осылай 15 минут буға қойып, қақпағын қайнаған суға салып қойғаннан кейін жақсылап тазалап алыңыздар. Барлығын асықпай, сыртындағы кірінің барлығын шығарып, банкамызды жабуды бастаймыз. Булап алған банкамыздың ішіне лавр жапырағын, чеснок, қызыл бұрыш, түйіршік қара бұрыш болса, оны да қосуға болады. Укропты да салдым. Осы жолы болгарский перецті салып жауып көрейін деп жатырмын. Енді жақсылап жуған қиярларымыздың барлығын нығыздап салып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды банкімізге құятын боламыз. Енді қақпақтарын жауып 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді 20 минут уақыт өткеннен кейін суымызды төгіп, қайтадан қайнаған суды құйып, тағы да қайталайтын боламыз. Кейбір адамдар екінші құйған суымен банканы жауып тастайды, бірақ мен үшінші кезеңінде ғана дәл осылай езіп қойған аспиринімді, дәміне қарай тұз, бұрышын барлығын салатын боламыз. Толық рецептіні описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап, қорықпай жасай берсеңіздер болады. Енді банкамыздың қақпағына дәл осылай шамалы ғана 9% уксусымызды тамызып, осылай қақпағын бір айналдырып ішіне құйып жібереміз де. Қайнап тұрған суды банкамызге құйып, сразу бойын суытпай, қақпағын жауып, жақсылап закрывалкамен жауып қоямыз. Міндетті түрде біздің салған тұзымыздың барлығы ерігенше дәл осылай шайқайтын боламыз. Менен сіздерге пайдалы ақпарат, ал сіздерден үлкен қолдау күтетін боламын. Парақшама тіркеліп алыңыз, сіз білмейтін құпиялармен апта сайын бөлісіп отырамын. Аман болыңыздар.